Бірі бешбармақ, бірі беспармақ, тағы бір өңірде ет деп атайды. Этнограф Болат Бопайұлы Тенгренус тілшісіне қазақтың ұлттық тағамы туралы айтып берді. Қазақ ет асып, ол піскен соң табақ не астаумен ет тартады. Еттің астына ұнды илеп, қамыр жасап, жайма салады. Оны сорпа-шелпек, нарын кейде жайма деп атайды. Қазіргі беспармақ деп жүргендері сол. Қазақ ет тарту, ет асу, бір табақ ет, бір астау ет деп атайды. Оны 5 саусағымен алып жейді. Тартылған етті беспармақ деп атамайды. Оның үстін қолдағы бас бармақтан басқа 4-еуі саусақ деп аталады. Жалпы алғанда ет асу, бір табақ ет деп атаған дұрыс болады. Себебі атам замандардағы қазақтар еттің өзін асып жеп, таза сорпасын ішкен, оның сорпа суына нарын салмаған. Беспармақ деген атау ол кезде атымен болмаған дейді ол. Маман беспармақ сөзі қайдан алынғанын да айтып берді. Беспармақ сөзі негізінен қырғыздардан кірген сөз. Олар қолдың саусақтарын бармақ деп атайды. Қазақ жеріне келіп, еліне қонақ болғандардан қабылдап алып жүрміз. Себебі етке нарын салып жеу негізінен қазаққа кейіндеп кірген. Баяғы заманда ет сорпасына ұн қосса, қан қойылады деп қараған. Қырғыз, өзбек, татар, ұйғырлар ет астына нарын салып жеп, оны бешбармақ дейді. Қазақтың бесбармақ деп жүргені сол дейді Болат Бопайұлы.